Шайға арналған творожный печенье жасап көрсететін болам. Видеоның соңына дейін қараңыздар. 200 грамм творогқа 100 грамм сары майымызды салып, шанышқымен араластырып аламыз. 4 ас қасық қант саламыз. Тағы да араластырамыз. 1 шай қасық ванильный сахар, 1 шай қасық разогретитель салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне ұн салып, қамыр қып илеп аламыз. 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Қамырымызды алып, оқтаумен жайып шығамыз. Қатты жұқа емес, қалың емес, орташа көлемде жаямыз. Осындай домалақ пішінмен қамырымызды ойып шығамыз. Қамырымызды осылай қантқа аунатып, бүктеп шығамыз. Барлығын осылай жасап, 180 градуста 20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне печеньеларымыз дайын.